енді бұл домбыра әр үйдің төрінде тұратын. Міне домбыра. Қазақтың төрінде орын алып тұратын біздің қазақи ұлттық аспабымыз, біздің ұлттық құндылығымыз болып саналады. Ал енді келесі кезекте біз қазақи оюларымызға келетін болсақ, Айару, бұл жерде ненің суреті көріп тұрсың? Оюдың суреті, Бұл оюдың суреті жаңағы кез келген қазақтың бұйымында көре аламыз, қызым? Қараш, мынау дегенің қазақтың ұлттық аспаптары, Мынау жетіген дейміз, мынау домбыра дейміз. Барлық қазақтың аспабында ою өрнекті бізге басып шығарған екен. Және де біздің қазақи ұлттық жаңағы осындай ыдыстарымызда да ою өрнектер табылады, Және біздің қазақ ұлттық киімдерімізде ою өрнексіз еш уақытта тігілмеген деседі. Сен өзінде де Айару, ою өрнек бар. Қара, желеткенде әдемі оюлар бар. Әдемі ою салып берген болатынбыз. Ал енді біз мынандай кимеже тоқыған болатынбыз әжемізге. Ал енді осы тоқыма жолдарын бүгін қызыма көрсеткелі отырмын. Айару, мына бүгінгі тоқыма жолдарын қалай біз бастап көрсетсек болады? Кәнеке, көрсетуге қалай тоқимыз, кәнеке? Біз үйде үйренгенімізді көрсетейік, Тамаша, мына жерге саламыз. Тамаша. Ай, бәрекелді. Біз қазір тоқып жатырмыз, Тамаша. Бәрекелді. Тамаша. Осындай әдемі жаңағы ою өрнекті тоқып шығардық Айару екенбіз, қызым? Оюдың түр-түрі бар екенін осы жерден көріп отырмыз. Қошқар мүйіз дейміз, оюдың түр-түрі бар.